Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ел аумағынан алтын мен шетел валютасын әкетуге қатысты жарлыққа толықтырулар енгізді. Бүгін баспасөз беттерінде президенттің арнайы жарлығы жарияланды. Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету шаралары туралы Қазақстан Республикасы президентінің 2022 жылғы 14 наурыздағы нөмір 830 жарлығына толықтырулар енгізу туралы қаулы етемін. Бірінші, Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету шаралары туралы Қазақстан Республикасы президентінің 2022 жылғы 14 наурыздағы нөмір 830 жарлығына мынадай толықтырулар енгізілсін. Мынадай мазмұндағы бірде-бір тармақпен толықтырылсын. Осы жарлықтың бірінші тармағының талаптары: Қазақстан Республикасы ұлттық банктің операцияларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің құрылымына кіретін ұйымдардың операцияларына. Екіншіден, Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағынан әкелінген және қайта өңдеу шарттары туралы құжат және мемлекеттік бақылау актісі негізінде кері экспорт кедендік рәсіммен мәлімделетін шетелдік шикізатты қайта өңдеуден кейін алынған афинирленген алтынды әкетуге. Үшіншіден, Еуразия экономикалық одағына мүше мемлекеттің алыс-беріс шикізатын қайта өңдегеннен кейін алынған афинирленген алтынды сол Еуразия экономикалық одағына мүше мемлекеттің аумағына афинирленген алтынды кейіннен әкете отырып әкетуге. Төртіншіден, екінші деңгейдегі банктердің шетелдік банкпен жасасқан тиісті шарты негізінде жүзеге асырылатын төлемдік емес және айналысқа жарамсыз қолма-қол шетел валютасын әкетуге. Бесіншіден, Қазақстан Республикасы үкіметінің жекелеген актілерінде айқындалатын өзге де жағдайларға қолданылмайды деп белгіленсін. Екінші, осы жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.